Жезөкше, соңғы бөлім. Әйелдің сұрықсыз күндері зымырап өте берді. Бір күні жезөкшелер жиналған шынынаққа бір сыған келіпті. Қайта-қайта Зәуреге қарай береді. «Кет бұл жерден!» деп сүтінер сығанды қуа бастады. Зәуре басында мән бермеген. Сөйтсе шынымен сыған әйел бір өзіне қарап тұрғандай. «Әй сыған, маған неменеге тесіліп қарайсың?» деді Зәуре. «Сенің 2 балаң бар. Екеуі де тірі», деп сыған сақылдай күлді де жөніне кете барды. «Ой, соның сандырағына сенесің бе?» деп қасындағы қыздар Зәурені ішке алып кіріп кетті. Содан бері ойынан кетер емес. Тірі дейді. 2 құлыншағы тірі екен. Осы сөздің өзі Зәуреге қанат бітіріп жібергендей еді. Зәуре жезөкшелер мекенмен бір жола қоштасып, балаларын іздеуді ұйғарды. «Сенің есің дұрыс емес. Ал жендегенсің бе?» деп сүйтінер қалтасын майлап жүрген кәнігі жезөкшеден айырылғысы келмеді. «Енді саған келмеймін, мені ұмыт», деді де Зәуре заттарын жинап кетіп қалды. Балаларын іздемек. Бірақ қайдан, қалай іздейді? Ауруханадағы жасыл көзді акушерді тауып алып жағасынан алды. «Менің балаларым қайда? Қайда бердің? Олар тірі!» деп айқайлады Зәуре. Акушердің зәресі зәр түбіне жетті. «Не деп тұр мынау? Сенің жезөкше екеніңді білмейді дейсің бе? Мынаны алып кетіңдер», деп күзет шақырды. «Жезөкше болсам, балаларымды сатуға рұқсат бердім бе? Сенің түгіңе жетем. Балаларымды кімге саттың?» деп ышқынды Зәуре. Адамның көзі жанының айнасы. Акушердің көзінен біліп қалды ма деген сұрақты анық оқыды Зәуре. Ана бала десе тауда қопарады екен-ау. Бойына осыншама сенім, алапат күш қайдан ұялағанын білмейді. Балаларым тірі деген сөз жанына жалау болып жұмысқа да тұрып алды. Мен деген емші көріп келдің, бәріне барып шықты. Бәрінің айтатыны бір нәрсе. Бір ұл, бір қызың бар тірі жүр дейді. Одан арғысын ешкім дөп басып айта алмайды. Арада 1 жыл өтті. Зәуре балаларын шарқ ұрып іздеуін бір күнде тоқтатқан емес. Полицияға барып ай сайын арыз жазады. Полиция Зәуренің сөзіне ғана сеніп, іс қозғай қоймады. «Сонда көріп кел айтты екен деп, перзентхананы тексер деп тұрсыз ба?» деп күлді полиция. Сөйтті де Зәуре шығып кеткен соң арызды жыртып-жыртып қоқысқа тастай салды. «Осындай адамдар өз қиялына өзі сеніп жүреді. Бұндайлардан иә деп құтылу керек», деді сосын әріптестеріне қарап. 1 жылдан соң Зәуренің қиялы шындыққа айналды. Акушердің бала саудасымен айналысқаны анықталды. Зәуре секілді іздеушісі жоқ әйелдердің балаларын өлі туылды деп жазып жіберіп, ауқатты отбасыларға сатып, ақша тауып келгені дәлелденді. Бала сатып жатқан жерінен бірақ ұсталыпты. Сол кезде Зәуре ай сайын арыз жазып жүргенде, полицияның бірі, мүмкін бұл әйелдің сөзі шындық болар. Егер осы қылмысты ашсам, лауазымым жоғарылайды. Егер өтірік болып шықса да, ештеңе жоғалтпаймын деп ойлап, ауруханаға жасыр дауыс жазатын құрылғы орнатқан еді. Теледидардан бұл жаңалықты естіген Зәуре бірден акушермен кездесуді сұрады. Өз балаларының мән-жайын білмек. Күзетке жалынып жүріп, акушермен 1 минутқа кездесуге мүмкіндік алды. «Тез айт, менің балаларымды кімге саттың?» деді Зәуре асығыс. Жасыл көз акушер Зәуреге бәрін айтып берді. «Сен ұлыңды 7 айлық, қызыңды 6,5 айлық кезінде аман сау босандың. Қызыңды кесір тілігімен алдық. Екеуі де шала болғанмен дендері сау болып туылды. Жасырын қоймада аппаратқа салып, 9 айға толтырып өсіріп алдық. 2 балаңды бір отбасыға саттық. Қылмысты жалғыз жүріп жасаған жоқпын. Бас дәрігермен бірге істедік, ақшасын бөліп алып отырдық», деді акушер. Кім алды менің балаларымды? Аттарын айтшы, мекен жайын берші», деді Зәуре жаны ұшырып. «Полициядан білесің, қай баланы кімге сатқанымды жаттап жүргем жоқ», деді акушеріміз бақпай. Полиция осы кезге дейін жылдар бойы заңсыз бала саудасымен айналысып келген перзентхананы уақытша жауып тастады. Зардап шеккен әйелдерге балалары тұрып жатқан мекен жайды берді. Заңсыз бала сатып алғандар да жазадан құтылған жоқ. Осылайша басқа елдермен бірге Зәуре де өз балаларын қайтарып алмақ болды. Ұлы әжептәуір болып өсіп қалыпты, қызы тәй-тәй басуға таяған. Зәуре балаларын алғаш көргенде ағыл-тегіл жылап жіберді. Балалар аналарын таныған жоқ. Тарзыншақтап, үрпейіп тұрды. Біраз уақыттан соң Зәуре балаларын қолына алды.
Шеше мейірімін көрген балалар аналарына бірден бауыр басып кетті. Зәуре қос қанаты секілденген ұлы мен қызын құшағына қысып жатып, тағдырға шүкіршілік айтумен болды. Еңбектің ауыр жолынан қашып, жеңіл жолды таңдап жезөкше болдым. Бұл менің өмірімдегі кешірілмес қателік. Егер өмірді қайтадан баста десе, бұл жолға ешқашан да жоламас едім. Осы таңдауым үшін маңдайым тауға да, тасқа да тиді. Тағдырдан жемеген таяғым жоқ. Сүйген жарымның обалына қалдым. Бірақ жезөкшелікті бір жола тастап, тура жолға түскенім үшін Алла маған осындай сый берді. Бір сәтте басыма бақытты үйіп төгіп бере салды. Енді тек балаларым үшін өмір сүрем. Мен өмірді сүйемін. Ұлым мен қызымды өсіру үшін қандай ауыр жұмыс болса да қашпаймын деп Зәуре өз-өзіне серт берді. Әңгіменің соңы. Болған оқиғаның басты кейіпкері Зәуренің аты өзгертілді. Авторға жазған хаты. Мен сізге өзімнің басымнан кешкен оқиғамды сеніп айттым. Мүмкіндік болса, басқа да жас қыздарға сабақ болса екен. Атымды құпия қалдырсаңыз жақсы болар еді. Жезөкше болып лас жолға түссем де, екі балам үшін кеудемнен жаным шыққанша жұмыс істеп, соларды аяққа тұрғызуға тырысатын боламын. Өкінем бе? Әрине өкінемін. Егер Құдай маған екінші мүмкіндік берсе, өлсем де бұл жаман жолға түспес едім. Есіме түссе, әлі де кейде өзімнен жеркеніп кетемін. Сол кезде бәріне ақша үшін барып едім, бірақ сол ақша берекесіз болды. Өзіме не үй, не көлік сатып алмаппын. Оның есесіне өзіме жезөкше деген атты өмір бойына сатып алдым деуге болады. Намыс, ар дегеннен жұрдай болып, әркімнің ойыншығына айналдым. Әркім ойына келгенін жасап кететін. Тіпті талай рет таяқ та жедім. Сізге тек біреуін ғана айттым, алайда жасырып қалғандарым да бар. Талай қорлықты көрдім, бірақ сізге мынаны айтайын. Егер мен ол жолға түспегенде, түзу жолда жүргенімде, бәрі басқаша болар еді. Мен өзім осы қорлықтың бәрін басыма тілеп алдым. Егер мен жезөкше болып әркімнің астына түспегенімде, бойымдағы арымды қорғағанымда, бәрі басқаша болар еді деп өзімді кінәлаймын. Өкінішке орай, болған оқиғаны қайтара алмайсың. Өмір лентасы кері айналмайды. Тек өткен іске өкініп, ендігіде осы жолға түспеу үшін, қызым мен ұлыма жақсы тәрбие беру үшін жақсы ана боламын. Ең өкінетінім, өзімді жақсы көріп қабылдаған отбасымнан айырылғаным, оларды мәңгіге жоғалтқаным. Жолдас менен кейін үйленіп, қазірде әйелі, бала шағасы бар адам қызғарлықтай отбасы болыпты. Сыртынан қарап қоям, шынымды айтсам қызығамын. Бәлкім сол кезде абзалға төтеп беретіндей өжеттік бойымнан табылғанда, жолдасқа бәрін өзім айтқанымда, ол мені кешірер ме еді? Шіркін, жолдас қызын іздеп бір рет болсын келген емес. Мені қуып шыққалы ат құйрығын кесіп, мені өмірінен мәңгіге сызып тастады. Тіпті мен оның өмірінде болмағандай қайта үйленді. Әлбетте оған құқылы. Өйткені жолдастай азаматты өзім ұстай алмадым. Әттең, осыған қатты өкінемін. Тағы да тұрмысқа шығу Құдайдың жоспарында болмаса, менің жоспарымда жоқ. Тіпті еркек атаулы жаныма жоласа, қоян секілді қорқып қаша жөнелемін. Ендігі бар өмірімді қызым мен ұлыма арнаймын. Олардың жақсы адам болып қалыптасуына бар күш-жігерімді саламын. Артымнан ерген сіңлілеріме айтарым, жеңіл ақшаның ізіне түсіп, жезөкшелік жолға ешқашан түспеңдер. Міне мен опық жеп отырмын, сендер де оңбайсыңдар. Ол жолға түсіп өмірі ғажап болып кеткен бір жанды көрмедім. Соңында бірі ауру болып өледі, екіншісі темір тордан бір-ақ шығады, енді бірі кісі қолынан мерт болады. Әйтеуір жезөкшелік жақсылықпен аяқталмайды. Сондықтан жан сіңлілерім, ешқашан бұл жолға қызықпаңдар, тәндеріңді сатпаңдар, одан да өз күштеріңмен адал жұмыс істеп ақша табуға тырысыңдар дегім келеді. Менің басымнан өткен қиын тағдырымды ешкімнің басына да бермесін деп тілеймін. Құрметті тыңдармандар, жезөкше әңгімесі болған оқиғаның ізімен жазылды. Егер сіздерге осы әңгіме ұнаған болса, төменде пікір қалдырып, лайк басып өтіңіздер. Каналды қолдап, каналға жазылып алыңыздар.